Сәлеметсіздер ме балалар? 8-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпаңдар. Сонымен сабағымызды бастайық. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқимыз. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшыларға жайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі, бір-біріне мүлде ұқсамайды, пішіндері ерекше. Бұл дүниетану анықтамалығынан алынған мәтін екен балалар. Олай болса, сұрақтарға назар аударайық. Қыс мезгілінің ерекшелігі неде? Қыс мезгілінің ерекшелігі балалар, қыста қар жауады, күн салқын болады. Адамдардың барлығы жылы жерде жүргісі келеді. Жануарлар да, құстар да жылы жаққа ұшып, жылы жаққа барғысы келеді. Қыста балалар қармен ойнайды, сырғанақ тебеді. Осының барлығы қыс мезгілінің қызығы, яғни өзгешелігі екен балалар. Қар қиыршықтары бір-біріне ұқсай ма дейді? Жоқ, әрине. Мәтінде де айтып тұрғандай, қар қиыршықтары әрқайсысы әртүрлі болады. Пішіндері бір-біріне мүлде ұқсамайды, ерекше болады екен, балалар. Жақсы, келесі екінші жаттығу сурет бойынша мәтін құрайық. Балаларға есім берейік. Болат пен Жазира далаға шықты. Олар үйлерінен жем алып, құстар мен жануарларға бөліп берді. Оларды тамақтандырып болып, сырғанақ теуіп, шаңғымен ойнады. Одан кейін олар үйлеріне қайтты. Деп сөйлем құрасақ болады екен балалар, Келесі үшінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Күзде шөбі жұтаған, қыр көмілді ақ қарға дейді. Осы өлеңді көшіріп жазамыз балалар. Жақсы балалар, каналға жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.